Мен Мұнайлы ауданы нөмірі 10-шы жалпы білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Амандос Аружан. Ол жазуға еш қиналмайды. Сөйлегенде көмейінен көркем сөз өздігінен өрнектеліп, көкірегінен түйдек ой, таудан құлаған сарқырама секілді тоқтаусыз төгілді. Оның әлемі кәдімгі жақұт сияқты жарқырап, жан жағына шуағын шашты. Айтты, жазды және оны жүзеге асырды. Оның өзге ақын жазушыларға ұқсамайтын даралығы осы еді. Әдебиет алыбы, замана заңғары, бір туар білімпаз, аса көрнекті мемлекет қайраткері Әбіш Кекілбайұлының құрметіне қойылған рухани орталықта тұрмыз. Әбіш Кекілбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық тарихи-өлкетану музейі 2019 жылы қазан айының 10-ында ашылды. Ол өлке тарихынан сыр шертетін рухани мәдени құндылықтарды, өңірдің баға жетпес байлығы, асыл мұралары мен танымал тұлғалары туралы деректерді жинақтап, зерттеп, зерделеп, насихаттап, облыс пен республиканың мәдени өміріне өз үлесін қосып келе жатқан бірден-бір тарихи ғылыми мәдениет ошағы. Жалпы көлемі 8643 метр квадрат құрайды. Оның ішіндегі жалпы қордағы жәдігер саны 51911-ді құрайды. Оның ішіндегі негізгі қор 38865, көмекші 18931-ді құрайды. Музей бірнеше бөлімдерден тұрады. Олар қор, экспозициялық көрме, көпшілік экскурсия, ғылыми әдістемелік бөлім, жалпы тарих, археология және этнография, табиғат және техникалық бөлім. Музей филиалдары Жаңаөзен қаласы, Түпқараған, Маңғыстау, Бейнеу және Қарақия аудандарында бар. Жыл санап музейге келушілердің саны артуда. Музейде тек қана экскурсия емес, сонымен қатар дәрістер топтамасы, музей сағаты, әртүрлі кездесулер, ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер және музей жәдігерлерін насихаттау мақсатында жылжымалы көрмелер ұйымдастырылып отырады. Келешек буынның еншісіне қалдырған өлшеусіз мұрасы мен мұдалап өзіне елтеді. Әрине, Әбіш Кекілбаевтың мұхиттай терең ойлары, философиясы, жалпы рухани әлемін жалғыз ғимаратқа сыйғызу мүмкін емес. Қазақ даласы ұшы-қиыры жоқ қандай ұлан-ғайыр болса, ұлы тұлғаның да әдеби әлемі сондай шексіз.